Адам ойы үшін Алла тағаланың алдында жауап береді ме? Ойына келген дүние үшін жауап береді ме? Жауапқа тартылады ма? Ертең Алла тағаланың алдында сұралады ма, сұралмайды ма деген мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде адамның істемеген ісі үшін сұралмайтындығын айтқан. Бір аяттарды қарайтын болсаңыз, ол жерде сұралатындығыңыз айтылады. Сол үшін де бұл мәселеде сондай бір кейде адамдарда түсінбеушілік болады. Имам Ғазали рахмаулла сол үшін осы мәселені бізге түсіндіріп, кеңінен ашықтап, анықтап берген. Имам Ғазали рахмаулла айтады: "И'лам анна хаза амрун гамид, ва қад варадат фихи аятун ва ахбарун мутаарида." Бұл сондай бір нәзік, кішкене анық болмаған мәселе. Өйткені бұл мәселеге қатысты қарама-қайшы дәлелдер бар. Ялтабису тариқул жамъи байнахума илля алал улама биш-шар'. Яғни жалпы ғалым болмаған адамдар бұл аят пен хадистерді бір-біріне қарама-қайшы қойып қоюы мүмкін. Аят пен хадистерді біріктіріп, тігісін жатқызып түсіне алмауы мүмкін. Өйткені бағана біз айтқандай қарама-қайшы аят хадистер бар. Бұл мәселеге қатысты жалпы шариғаттың үкімі қандай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Бухари, Муслимдер риуаят еткен хадисте айтады: "Инна Аллаха та'аля яқулу лил хафаза." Алла тағала адамның иығындағы періштелерге айтады: "Иза хамма абди бисаййа фала тактубуха." Егер пендем бір жамандықты істемекші болса, немесе істеуді ойласа, оны жазбаңдар. Фәин амилаха фактубуха саййа. Егер істейтін болса, оны бір күнә деп жазыңдар деді. Ва иза хамма бихасанатин фалам я'малха фактубуха хасана. Ва иза хамма бихасанатин фалам я'малха фактубуха хасана. Егер бір жақсылықты істеуге ниеттеніп, бірақ оны істемесе, оған бір сауап жазыңдар деді. Фәин амилаха фактубуха ашра. Егер істейтін болса, онда 10 есе етіп жазыңдар деді. Хадисті Абу Хурайра радиаллаху анхуден имам Бухари, Муслимдер жеткізген. Енді бұл хадиске қарайтын болсақ, бұл жерде жүректің амалы кешіріледі деген мағына шығады. Яғни жүрекпен сіз бір жамандықты істеуге ниеттендіңіз, бірақ оны істеген жоқсыз. Алла тағала бұл жерде періштелерге жазбаңдар деп айтады деп тұр. Ал фәәмма ма ядуллу алал муахаза фақаулуху субхана. Аятқа қарайтын болсақ, аятта Алла тағала: "Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибукум бихиллах." Егер сендер іштеріңдегі нәрсені шығарсаңдар да, немесе жасырып қалсаңдар да, юхасибукум бихиллах, Алла тағала сендерден сұрайды, яғни Алланың алдында сол үшін жауап бересіңдер дейді. Фаягфиру лиман яша ва юазибу ман яша. Алла қалағанына кешіреді, қалағанын азаптайды дейді. Екінші бір аятта Алла тағала айтады: "Ва ла тақфу ма лайса лака бихи илм." Білімің болмаған, өзің анық білмеген нәрсеге ерме. Инна сам'a вал басара вал фуада куллу улайка кана анху мас'ула. Шын мәнінде сенің құлағың, көзің, жүрегің сол нәрселерден сұралады дейді. Имам Ғазали рахмаулла айтады: "Фадалла аля анна амал ал-фуад ка амали as-сам'i вал басари фала ю'афа анху." Бұл аят жүректің амалы құлақтың, көздің амалы сияқты екендігіне дәлел болады. Ал көз сұралады ертең, құлақ сұралады, демек жүректе нені ойлады, нені қалады, сол үшін сұралады деген бұл жерден мағына шығады.